Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода біз материалды сайтқа дұрыс жүктеу жолдарын қарастырамыз. Ең алдымен сайтқа кіріңіз. Оң жақ жоғарғы бұрышта «Добавить материал» батырмасын көресіз. Курсорды апарсаңыз, ашылатын тізімнен «В Marketplace» деген бөлімді таңдаңыз. Содан кейін жүктеу беті ашылады. Бұл бетте сіз тексеру парағын және білім базасын таба аласыз. Онда материал қандай талаптарға сай болу керек екені жазылған. Енді материалды жүктейік. Бұл бетте сізге 7 тармақты толтыру қажет. Бірінші тармақта материалдың толық атауын көрсетіңіз. Сонымен қатар қандай материал екенін, яғни материалдың түрін жазыңыз. Мысалы, бұл карточка болуы мүмкін, бақылау жұмысы, презентация, жұмыс парағы, әлде конспект пе. Мысал ретінде, жұмыс парағы өсімдіктердің алуан түрлілігі деп жазуға болады. Материалдың атауын тырнақшаларға аламыз. Екінші тармақта материалдың түрін таңдап белгілейміз. Мысалы, бұл карточка болуы мүмкін, презентация, жұмыс парағы ма. Өз материалыңызға сай келетінін белгілеңіз. Енді үшінші тармаққа көшейік. Бұл жерде дайындалған материалды жүктеу қажет. Бұл жерде екі жүктеу терезесін көресіз. Кейбір материал түрлеріне, мысалы, жұмыс парағы немесе презентацияларға екі файлды жүктеу қажет. Бірінші терезеде өңделмейтін файлды PDF форматында жүктейміз. Ал екінші терезеге өңделетін нұсқа ретінде docx, pttx немесе бірнеше файл болса zip архиві ретінде өңделетін файлдарды жүктейміз. Ал кейбір материалдар үшін, мысалы, ашық хаттар, жапсырмалар, жұмыс дәптерлері және тағы басқалары, оларға тек PDF файлды жүктеу жеткілікті. Ондай жағдайда өңделетін материалды жүктеу міндетті емес деген жазу шығады. Ол файлды қалау бойынша жүктей аласыз. Қазір біз файлдарды жүктейміз. Бірінші терезеге өңделмейтін файлды, екінші терезеге өңделетін файлды жүктедік. Төртінші тармақта мұқаба автоматты түрде жасалады. Дегенмен, қаласаңыз, авторлық мұқабаны жасап жүктей аласыз. Ол сапа талаптарына сай болу керек. Бесінші тармақта сипаттаманы жазу керек. Сипаттамаңыз неғұрлым толық әрі қызықты жазылса, материалыңыздың сатылым мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады. Себебі пайдаланушы сипаттаманы оқып, іздеген материалы осы екенін түсіне алады. Алтыншы тармаққа көшейік. Бұл жерде материалыңыз қай салаға қатысты екенін белгілеңіз. Бұл педагогикалық емес, хобби немесе икемді дағдылар болуы мүмкін. Одан кейін бағытты белгілейміз. Бағытты белгілегеннен кейін профильді немесе пәнді таңдаймыз. Жетінші тармақта ынтымақтастық форматын таңдаңыз. Соңында автор офертасымен танысып, онымен келіссеңіз, сайт ережелерін қабылдайтыныңызды құсбелгі арқылы растаңыз. Соңында қосу, яғни добавить батырмасын басыңыз. Содан кейін сіздің материалыңыз модерацияға жіберіледі.